Баршаңызға қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді, қытырлақ болып шығатын кәріше 40 қабат салаттың рецептін ұсынамын. Дәмі тура базардағы кәріс салаттарынан аумайды. Видеоны міндетті түрде соңына дейін қарап, менің арнама тіркелмеген болсаңыз тіркеліп, жанында қоңырауша батырмасын басып қойды ұмытпаңыздар. Ең алдымен бізге 200 грамм осындай 40 қабат қажет болады, және де 2 үлкен сәбіз, 3-4 тіше чеснок қажет болады. Ең алдымен 40 қабатымыздың қатты жерлерін алып тастап, дәл видеодағыдай 4 пішті үлкен-үлкен етіп тураймыз. Егер майда болып туралатын болса, әдемі көрінбей қалады, сондықтан үлкен-үлкен етіп турағандарыңыз дұрыс. Достар, менің каналымның дамуына өз үлестеріңізді қосып, дәл осы видеома лайк басып, астына өздеріңіздің пікірлеріңізді жаза кетіңіздер, және де өздеріңіздің достарыңызбен WhatsApp желісінде бөлісіп кетулеріңізді сұраймын. Барлығын турап болғаннан кейін бір ыдысқа салып, үстіне бір ас қасық тұз қосып, барлығын жақсылап қолмен араластыратын боламыз. Қысып араластырыңыздар. Біздің 40 қабатымыз өзі кішкене суланып, су бөлінетін болады. Сол кезде араластырғандарыңызды доғарасыздар. Осындай арасында бір-біріне жабысып қалғандар болса, қолмен ажыратып жіберіңіздер. Дәл осылай бетін ашып, бөлме температурасында 20 минутқа қалдырамыз. Енді сәбізімізді біздің осындай кәріс салатын өткізетін, үккішпен өткізетін боламыз. Бізде ұзын-ұзын әдемі болып шығу керек сәбіздеріміз. Чесноктарымызды да осындай майда үккіштен өткізіп, турап дайындап қоямыз. 20 минуттан кейін 40 қабаттарымыз осылай кішкене солатын болады. Сол кезде оның үстінен сәбізді қосып, 1,5 ас қасық қант қосып, тағы да осы үшеуін жақсылап қолдың көмегімен араластырып аламыз. Менің ыдысым кішкентай болып, араластыруға ыңғайсыз болды, сондықтан үлкен ыдысқа ауыстырып алдым. Оның үстінен жарты ас қасық кориандр, жарты ас қасық осындай паприка, жарты ас қасық қызыл ащы бұрыштың осындай кептірілген түрін қостым, және де жарты ас қасық куркума қосып жібердім. Бізде куркума әдемі түске енуіне көмектеседі, оның ешқандай иісі, дәмі болмайды. Және де үстінен бір ас қасық уксус, 7% чесногымызды, және де осындай 60 грамм майды газге 5 минутқа қатты етіп қыздырып аламыз алдын ала. Оның үстінен құйып, бірінші қасықтың көмегімен барлығын жақсылап араластырамыз. Содан кейін майымыз кішкене араластырып суғаннан кейін қолдың көмегімен барлығын, осы приправа специялардың барлығын жақсылап бір-біріне сіңу үшін қолдың көмегімен араластырамыз. Холодильникке 3-4 сағатқа қойып қойсаңыздар, тамақпен қосып жесеңіздер өте дәмді болады. Міндетті түрде дәл осылай жасап көріңіздер. Осындай сочный болып, суы бөлініп шығады. Базардағы кәріс салаттарынан ешқандай да кем болмайды. Отбасыларыңызға міндетті түрде осы салатты жасап берулеріңізді ұсынамын. Сіздермен болған арайлым.